Алматы қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Лондонда өткен робототехника және инженерлік жобалар сайысында жеңімпаз атанды. Тұманды Альбиондағы жарысқа Қазақстан атынан Назарбаев зияткерлік мектебінен 2 команда қатысқан болатын. Тілші әңгімелейді. VEX Robotics Competition әлемдегі беделді жарыстардың бірі. Бұл сайыс дүниежүзінің 50 елінде өтеді. Ұлыбританиядағы білім додасына 32 топ түсті. Бірінші кезең Skills Challenge, яғни жекелей сын деп аталады. Бұл жерде қатысушылар жылдамдық пен басқару бағдарламасының жоғары деңгейін көрсетулері керек. Осы жарыста қазақстандық 2 команда финалда кездесіп, ұлдар бірінші, ал қыздар командасы екінші орынды иеленді. Skills номинациясында бір робот жалғыз өз алаңда ойнайды, және де өзінің потенциалын көрсетеді, яғни қанша очко жинай алатынын көрсетеді, және де осы номинацияда біздің робот ең мықты болып табылды. Жұптық сайыста Бақтияр Теміров пен Жәнібек Манабаевтың роботы екінші орынға ие болды. Бақтияр роботтың сыртқы әлпетін жасаса, бағдарламасын досы Жәнібек жазған. Жасөспірімдерге аздап сәттілік жетпей қалыпты. Осы турнирде, яғни ойын алаңында 4 робот болады. Біз финалға дейін барып, бірақ финалда біздің альянста болған партнер робот, ол төңкеріліп, біз жалғыз өзіміз 2 роботпен ойнадық. Сол себептен ұтылып қалдық. Тағы бір айта кететін жайт, Қазақстан атынан барған қыздар командасының роботы ең үздік дизайн үшін төрешілер қолынан Judges Award сыйлығын алды. Жарыста қобалжитын сәттер көп. Аяқ асты роботыңызға бір нәрсе болып қалуы мүмкін. Ондайда жылдам әрі дұрыс шешім қабылдап роботты жөндеу керек. Өзіндік стратегия жасап, өзге командалармен жұмыс істеп үйрену қажет. Бұл жарыс жастарды шыңдайды. Біздің ұлдар мен қыздар жақсы нәтиже көрсетіп, үздік командалармен тең екенін дәлелдеді. Ақпан айының соңында елімізде робототехникадан VEX Robotics республикалық жарыс өтеді. Лондоннан жүлделі оралған оқушылар сол сайысқа қатысады. Сол сынақтан сүрінбей өтсе, ақш-та өтетін VEX-тің ең ауқымды әлемдік жарысына жолдама алады. Ұлан Нарынбек, Нұрдәулет Жақсыбаев, Хабар 24, Алматыдан.